Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет, өте дәмді чебуректер дайындайтын боламыз. Менің ардымнан осындай керемет рецепттер табасыздар, сондықтан жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Чебуректердің ең алдымен қамырын дайындау үшін біз ұнымызға тұзды және қайнап тұрған ыстық судың құямыз, және де оны қасықпен не болмаса вилкамен үстіп араластырып аласыздар. Барлық ұнды сумен жақсылап араластырып аласыздар. Араластырып алғаннан кейін осындай қамыр пайда болу қажет. Оны салқындатуға қойып қоясыздар. Себебі илегенде қолымызға ыстық ұн жабысып қалмас үшін. 5 минут салқындатқаннан кейін оған жұмыртқамызды және де сұйық майымызды қажетті мөлшерде қосамыз. Мен бұл жерде 2 есе жасағандықтан 2 есе көп ингредиенттер алдым. Сіздер описаниядағы ингредиенттермен жасасаңыздар болады. Кейін осындай бір келкі қолға жабыспайтын қамыр илейсіздер. Оны аздау болып қалса, кішкене ұн қосып жіберсеңіздер болады. Видеодағыдай қамыр илеп шығасыздар. Осындай қамыр пайда болғаннан кейін салмасын дайындасақ, салмасына фаршымызды, тұзымызды және де пиязымызды салып, жақсылап тұрып араластырасыздар. Кез келген фарш жарай береді. Менде бұл жерде фаршпен бірге қарын тартылған, пісірілген қарын болған, соны екеуін бірге қосып араластырып жібердім. Кейін оны араластырып алғаннан кейін қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, видеодағыдай дөңгелетіп аласыздар. Сосын кейін оны осындай етіп, бір келкі етіп жайып шығасыздар. Әр бөлікті жеке-жеке жайып, ортасына салмасын саламыз және де екі жақ шетін жақсылап тұрып жабыстырып шығамыз. Және жабыстырғаннан кейін қаттырақ жабысу үшін вилканың көмегімен барлық шеттерін бүйтіп қатты қылып бастырып шықсаңыздар болады. Барлық чебуректерімізді түйіп алғаннан кейін оны қызып тұрған, міндетті түрде қызып тұру керек. Егерде жай отта қойсаңыздар, ол барлық майды өз бойына сіңдіріп алуы мүмкін. Сондықтан қызып тұрған қатты отқа чебуректерімізді салып, қызарғанша қоямыз. Бір жағы қызарғаннан кейін аударып, екінші жағын қызарғанша дәл солай пісіресіздер. Барлық чебуректерімізді осылай пісіріп шығамыз. Міндетті түрде салфеткаға қойып, майын сорғытып алсаңыздар болады. Міне осындай керемет чебуректеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.